Қазақстандағы ірі өнер ошағы Астана опера театрының камералық залында аншлаг. Мұнда құлаққа жағымды ежелгі музыка сарын естілуде. 300 жылға жуық тарихы бар барокко өнері бүгінгі таңда аса танымал. Жас орындаушылар да, атайгілі артистер де бұл музыкаға аса құштар. При такой музыке просто на стульях не усидишь. Залдан осы әуендерді естігенде бір орында отыру мүмкін емес. Бүгінгі концертте Астана опера театрының жетекші солистері Татьяна Вицинская, Әсем Сембина, Мадина Исламова, Әлихан Зейнолла, сонымен қатар Қазақ ұлттық өнер университетінің хор капелласы камералық құрамы өнер көрсетті. Аталмыш шараға балалардың қатысуы қуантады. Біздің мақсатымыздың бірі балаларды шығармашылыққа баулу. Бүгінгі жас композитор, пианист Арсен Жұмабаев өзінің авторлық шығармаларын орындады. Пианист Арсен Жұмабаев сыграл свои авторские сочинения, что очень ценно. Музыка барокко – это своего рода калейдоскоп эмоций. Барокко музыкасы әртүрлі эмоциялардың жиынтығы. Онда сан алуан сезімдер үндесіп, кейде бір-бірімен арпалысып жатқандай болады. Бірде лирикалық сарын, басқа кезде драма ұштасып жатады. Ол адамның көңіл күйін, ішкі толқынысын жеткізе алатын күшке ие. Сондықтан мен бұл музыканы ерекше жақсы көремін. Эмоций. Именно этим она мне и нравится, то, что она отражает человека. Барокко біртүрлі немесе оғаш деген мағына береді. Ал бұл көркемдік стиль Италияда 17 ғасырдың соңы, 18-100 жылдықтың басында пайда болған. Музыканттардың айтуынша бароккода бірнеше бағыт үндеседі. Аталмыш стильдегі концерттер ұйымдастыру үшін баяндау тәсілі қолданылады. Яғни бағдарлама аясында орындалатын музыка конференция әңгімелерімен толықтырылады. Әрине, мұндай концерттердің эстетикалық миссиясы зор, сонымен қатар тыңдарманның білім көкжиегін кеңейтеді. Эта музыка, она на самом деле... Барокко музыкасы біраз уақыт орындалмай ұмытыла бастады, өйткені оны жеткізудің қыр-сыры бар. Соны ескеру керек. Сонымен қатар уақыт пен концерт өтетін орынды таңдауда қателесуге болмайды. Барокко стиліндегі концерттер кәсіби музыканттарды таңғажайып сезімдерге бөлейтіні анық. Ал әуесқойлар үшін бұл күрделі материал. Әуендердің сыйқырын тыңдарманға жеткізуде сол дәуірдің музыкалық ерекшеліктерін білу маңызды. Публика определенного уровня подготовки и ценители, они уже есть. Әрине, мұндай концерттерге өнерді түсінетін, музыканың құдіретін сезінетіндер келеді. Ондай тыңдарманымыз көп екенін білеміз. Концертке бір апта қалғанда билеттердің барлығы сатылғанын естідік. Біз барокко дәуірінің музыкасын әрі қарай дамыта береміз. Осы орайда келесі жылы Астана опера театры Антонино Вивальдидің Орландо барокколық стильдегі туындысын сахналауды жоспарлап отырғаны қуантады. И, естественно, сейчас очень много композиторов современных, наших казахстанских, которые также пишут в этом стиле. Да? Бұл аталмыш бағытты жетілдіруге халық арасында насихаттауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта осы стильде кавер, кроссовер жасап жүрген қазақстандық композиторлар көп. Сонымен қатар әндерді жаңаша форматта өңдеп, барокко дәуіріндегі музыканы рок, джаз жанрында жазатындар бар. Такие формы будут иметь место. Мұндай концерттер өнерге деген халықтың қызығушылығын арттырады. Тарихты тануға құштарлығын оятады, сұлулықты насихаттайды. Сондықтан Батыржан Смақов мұндай шараларды жиі ұйымдастырып тұруды көздейді. Қазақстандық тыңдармандар да әр кезеңнің музыкасы мәдениетімен танысқысы келеді. Осы орайда музыканттардың жас толқыны мәңгілік классикадан шабыт алып, дәстүрді берік сақтап, жаңа тенденциялар қалыптастырып отырғанын айта кеткен жөн. Я хочу продвинуть казахскую музыку. Мен неміс, француз, Италия классикалық мектептермен қатар бүкіл әлем қазақ музыкасы туралы айтқанын қалаймын. Жұбанов, Хамиди, Брусиловский сынды мықты композиторларымыз Верди, Шестакович, Пуленк, Пунчини сынды еуропалық классиктерден еш кем емес. Мен олардың шығармашылығын насихаттауды көздеймін. Европейскими классиками.